Отыр, аш сабағыңды. Не берді үй жұмысына? Қалай ештеңе бермейді, сен бүгін оқымай келген баласың ғой. Апайыңа қазір звондап, не бергенін біліп, қазір көзіңді ойып тұрып оқытам есең. Мынау бойдақ болды дегенді сойдақ болды деп жазып қойғансың ба, жата салам. Бастан жаз, отыр. Бүгін математикадан ештеңе жазбапсыңдар ғой сендер. Сен мыңқиып отырдың ба, или вообще сабақ өтпедіңдер ма? Бүгін пирожки алып жедің ба, хотя бы ой, пирожки алып жеуді ұмытпайды, сок алып жеуді ұмытпайды, есеп шығарды ұмытып қалады да бұлар. Шынымды айт, ұрдың бар ма? Ұрдым. Бұларға біреуді ұруды беріп қойса болды, бұларға сабаққа ұру үшін барады біреуді. Нең бар біреудің баласында? Арман нервыңа тиіп қойды ма? Басын жара салмадың ба сразу? Ықылас пен тоқылық. Осын жаттамайынша қазір ұйықтамайсың. Таңға дейін отырып жаттаймыз осын. Кеше таңға дейін отырып жаттаған жаттауды айта алмадың ба сен бүгін? Қолыңды көтере алмадың ба? Ойбай. Бұлардың сабақтары мені жынды қылып бітірді. Скоро атымды ұмытып қалатын шығармын мен.